Ассалаумағалейкум жанкүйерлер, сіздермен әлем футбол арнасы және мен Серегел емес. Қазанның 7-сі күні Хабиб Нурмагомедов және Конор Макгрегор кездесуі өтті, және Хабиб бұл кездесуде жеңіске жетті. Бұл кездесу туралы Роналду және де басқа да ойыншылар өз пікірлерін айтқан болатын. Пікірлерді бірге тыңдайық. Бейнероликке лайк қойып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Ендеше, let's go! Менің ойымша Хабиб Конордан үзді. Егер ол Конорды ұстап алса, одан шығуың мүмкін емес болып қалады. Ол адамды барынша шаршатады. Хабиб өте қауіпті және де өте сабырлы адам. Мен Федор Емельяненконы танимын. Ол Хабиб секілді мәнерде күреседі. Ол әр рингке шыққан сайын жеңіске ұмтылады. Мен Хабибке жеңіс тілеймін. Мен оның әр кездесуін көремін. Маған оның күресу мәнері қатты ұнайды. Мен бұл кездесуді көремін. Мен пресс-конференцияны көрдім. Маған Конордың қылығы мүлдем ұнаған жоқ. Маған Хабибтің өзін қалай ұстайтыны қатты ұнайды. Ол өте сабырлы және өзіне сенімді. Бұл құрметке лайықты. Сондықтан мен Хабибке жанкүйер боламын. Бірақ біріншіден мен таза жеңісті көргім келеді. Сүйікті досым Хабиб, мен саған алдағы Конормен болатын кездесуде сәттілік тілеймін. Бұл керемет кездесу болады. Бұл сен үшін маңызды кездесу, сәттілік және чемпион бол. Себебі Конордың аузын жабу үшін. Мен Конорға жанкүйер боламын, бірақ егер сіз кімге ақша тіктіңіз деп сұраса, мен Хабибке тіктім деп жауап берер едім. Хабиб күреске мығым, ал бұл Конордың ең әлсіз тұсы. Мен бір сөзбен Конорға жанкүйерім. Маған оның күңгірт стилі ұнайды. Ол жай ғана кездесу өткізбейді. Оның әрбір кездесуі бұл шоу. Конор сол қылығымен маған ұнайды. Мен Конор Макгрегорге жанкүйермін, бірақ Хабибтен бәрін күтуге болады. Ол өте шапшаң. Кездесуді бәріне көруге кеңес берем. Кездесу қызық болады. Мен Конордың қалай жаттығу жасайтынын көрдім. Мен Конорда Хабибтен ұтылады дегенге сенбеймін. Конор менің ойымша партерге түспейді деген ойдамын. Хабиб дәл қазіргі сәтте өзінің бабында, ол әлі күнге дейін жеңіліссіз келе жатыр. Хабиб жеңісіне 100% сенімдімін. Конор бұл кездесуде ештеңе істей алмайды деген ойдамын. Бұл кездесуге уақыт табуға тырысамын. Кездесу міндетті түрде көремін. Бұл кездесу қалай болатын бәріне белгісіз. Мен Хабибпен де Конормен де жақсы араласам. Олармен достық қарым-қатынасым бар. Екеуінің бірін таңдай алмаймын. Мен кездесудің таза және де керемет сәттерді күтемін. Бұл бейнеролик негізі кездесу болмас бұрын шығу керек еді, бірақ кейбір ақаулар кесірінен бейнеролик кешігіп шығып отыр. Түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. Ал сіз кімге жанкүйер болдыңыз? Пікірге жаза кетіңіз. Автор Серегел емес, Хабиб Нурмагомедовке жанкүйер болды. Және де Хабиб бұл кездесуде жеңіске жетті. Бұл бейнеролик ұнаса лайк қойып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған әлем футбол арнасы және мен Серегел емес. Кездескенше, goodbye, футбол бұл өмір.